Ертеде Оғыздың ханы Қарабура әулиенің қызына үйленеді. Есімі Бегім екен. Өте ажарлы болғасын, жұрт оны Бегім сұлу атапты. Бірде хан аңға шыққанда бүркітінің томағасын үйінде ұмытып кетеді. Атқосшыны томағаға жұмсайды. Ол Бегім сұлуды көріп, сол жерде ақыл есінен айырылып қалады. Ертесіне есін әрең жинап, қайтып келеді. Патша қаһарланып, «Неге кешіктің?» деп дүрсе қоя береді. Ол қорыққаннан, «Ханым, білегімнен ұстап жібермей қойды» деп өтірік айтады. Хан ашуланып үйіне келеді. Сөзге келместен әйелінің бұрымын, оң қолын кесіп, зынданға тастайды. Қызының ауыр халін Қарабура әулие түсінде көреді. Ханға келіп, «Қызым адал жарың еді, не жазды?» дейді. «Көзіме шөп салды, абыройыма дақ салды. Менен туғаны рас болса, олай істемейді. Көрсет қызымды сөйлесейін». «Жоқ, жоғал қараңды көрсетпей», дейді хан. Сосын нөкеріне бұрылып, «Мынаны сүйреп шығарыңдар», деп бұйырады. Қарабура әулие сонда, «Қызым кінәсіз болса, бүгін түнде қолы мен бұрымы қалпына келсін. Жазықсыз жапа бергенің үшін қалаңды жылан бассын», деп дұға жасайды. Түнде Бегім сұлудың қолы мен бұрымы Алланың құдіретімен қайта қалпына келеді. Хан оның кінәсіз екеніне көзі жетіп, кешірім сұрайды. Бірақ көңілінде дық қалған әйел көгершінге айналып ұшып кетеді. Арада көп өтпей аспаннан 7 мес түседі. Жұрт мұның не екенін білгісі келіп, ішін жарып көреді. Ішінен ордалы жылан шығады. Олар адамның бәрін шығады. Баяғы Қарабура әулиенің қарғысы есіне түскен халық дүрлігеді. Үйінен безіп, қаласы қаңырап бос қалады. Бегім сұлудың қолы мен бұрымын жұрт арулап жерге көмген екен. Ол жерден райхан гүлі өсіп шығыпты. Ол жерді қастерлеп, кейін бір биік мұнара тұрғызады. Мұнараның төбесінде әлі күнге дейін жалғыз көгершін отыр екен. Айналасында райхан гүлдер әлі жайқалып тұр деседі. Ал қаңырап бос қалған қала Оғыздардың астанасы Жанкент еді. Ол жердің елі ауыл қазіргі Түркия жеріне барып Осман мемлекетін құрыпты. Ежелгі гректер райхан гүлі молада өсетін болса, марқұм біреуге ренжіген деп жориды екен.